Жаңа ғана міне. Қатынас. Мынау қатынастың міне алдыңғы мүшесі деуге болады. Не бірінші мүшесі. Мгм. Мынау қатынастың екінші мүшесі. Түсінікті ғой, иә? Мгм. Иә. Мынау бірінші мүшесі, мынау екінші мүшесі. Сондықтан енді мен былай деймін, балалар, қараңдар. Мен осы Мгм. қатынастың мүшелерін әрқайсысын 20-ға көбейтемін. Түсінікті? Да, понятно. Ага. Былай міне. Әрқайсысын 20-ға көбейтемін. Мынаны, И мынаны. иә. Міне. Бірінші мүшесін 20-ға көбейтемін, екінші мүшесін 20-ға көбейтемін. Көбейткенде 20 мен 5 қысқарады, 20 мен 20 қысқарады. Дұрыс па? Мгм. Естіп отырсыңдар ма? Да. Иә. Менде 2 мен 4, 1 деген сан қалды. Бөлімінде 1 болса, бәрібір оны лақтырып тастауға болады. 2-ні міне, мына 2-ні 4-ке көбейткенде 8. 7-ні 1-ге бөлгенде 7, 1-ге бөлгенде 7 болады бәрібір де. Сонда мына қатынастың орнына міне мынандай қатынасты алуға болады. 8-дің 7-ге қатынасындай деген. Да. Түсінікті ме? Да. Иә. Міне. Жаңа қатынас шықты. Енді Мгм. біз міне мына қатынасты аламыз. Түсінікті? Ол 8-ге 7-ні қосқанда қанша бізде? 15 қой, дұрыс па? Да. Сонда пиццаны аламыз да 15 бөлікке бөлеміз. Соның 8 бөлігін мен өзіме алам, 7 бөлігін сіздерге бере салам. Түсінікті ме? Мгм. Мгм. Ага, Жақсы. там не 15 бөлік было. То енді мен 15 бөлікті салып отпаймын ғой енді. Мына жерде міне 2-ні 4-ке көбейтеміз. Қанша болады ол бізде? 8 ғой. Да. И міне астында 1 деген сан тұр. Ал 1-ден 8 дегеніміз ол бізде 8-дің өзі болады. Түсінікті? Да. 7-ні 1-ге көбейтеміз 7. Түсінікті? Да. Или былай жазайын не. 7-ні 1-ге көбейтеміз, сосын 1-ге бөлеміз. Ол 7-нің өзі болады бәрі. Сонда міне 8 бен 7 шығады. Понятно? Да. Мгм. Енді қараңдар. Енді әрі қарай кеттік. Мгм. Бірінші салт адам қараңдар. О, солдат, Шап. солдат. Оп, оп, Да, оп, 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 оп. До конца доходит. вот. Мынау міне бірінші. Демек, оның міне 1 сағатта жүрген жолы. Мынау міне былай дейік. Қараңдар ұлдар. Мгм. Жол міне. Оның 1 сағатта жүрген жолы. Түсінікті? Да. 1 сағатта жүрген жолы. Демек, оның 1 сағатта жүрген жолын біз неше бөлікке бөлеміз? 8 бөлікке бөлеміз. Түсінікті ме? Мгм. Иә. Міне. Ал екінші салт атты адам. Осының 1 сағатта жүрген жолының 7-еуін ғана жүреді. Ё-моё, жетеуін бе? Мгм. Вообще, как так можно? Мешок па? Жоқ енді. Жарысқысы келмейді. Міне, 7-еуін ғана жүреді. Мына жерде 7 бөлік. Түсінікті ме? Да. Вот. Бұл да бұның 1 сағатта жүрген жолы. Бір сағатта жүрген жолы. 1 сағатта жүрген жолы. Мында 7 бөлік. Мында неше бөлік дедік біз? 8 бөлік. Ал енді міне, мынау көбірек жүріп тұр. Олай ма? Да. Міне. Бұның жылдамдығы мына екінші жылдамдығынан міне есептің мазмұны бойынша
осыншамаға артық. Болды енді 1,5 жылдамдықтар. беске. Значит, мынаның біреуі 1,5. Так, Потом оны 8-ге и 7-ге көбейтеміз. дұрыс. Көбейтіндер. Легко. Давайте, жду. Әрқайсымыз көбейтеміз. А я все. Қанша? 7-ге көбейткенде менде 1,5 шықты. 8-ге көбейткенде. Ой, наоборот, 10,5 шықты. Анда Так, 8-ге, анда 10 12 бүтін. Ой, 12. 12 бүтін и 0. так. 12 бүтін ғой енді ол. Ну, Мгм. Ал тексерейік. ну, можно так, типа так написать. 1,2. Міне, көріп тұрсыңдар ма? Да. 5 жерде 8, Ой, 0, 4 ойда. 8 жерде 8, ойда 4 қосқанда 12. Енді қараңыздар, міне мынаның бөлшек бөлігінде бір ғана таңба бар, мында ешқандай таңба жоқ. Демек, мына жерде тұрған үтір оң жақтан сол жаққа бір орынға жылжытылады. Қандай сан шығады сонда? 10, 12, иә? Түсінікті ме? 12. Я Мгм. түсінікті. Енді 1,5-ті 7-ге көбейтесіңдер. 7 жерде 5, 35, 3 ойда. 7 жерде 1, 7, ойда 3 қосқанда 10. 105 шығыпты. Бірақ мында қараңыздар. Мынау 10-дық бөлшек, мынау натурал сан. Натурал санды бөлшек бөлігінде ешқандай таңба болмайды, бүтін сан. А мынаның бөлшек бөлігінде бір таңба бар. Үтірден кейін бір цифра. Демек, мына жерде тұр деп санайсыздар. Түсінікті? Сол үтірді оң жақтан сол жаққа бір орынға жылжытамыз. Қандай сан шығады? Сан 10,5. 10 Анда бүтін оннан бес. 12. А не, я Анда- же говорил. Так, дұрыс, молодцы. Не забыли. Сіздер 4-ші сыныпты ғана бітірдіңіздер. И 5-ші сыныптың математикасында жұмыс жасайтын сандармен жұмыс жасай аласыздар. Яғни жай бөлшек пен ондық бөлшектерді қосып білесіздер, азайтып көбейтіп білесіздер. Демек, біреуінің жылдамдығы 12 км сағат, екіншісінікі 10,5 км сағат. Ол не деген сөз? Біреуі 1 сағатта 12 км жол шауып жүреді, иә? Жүріп өтеді. Кешіріңіздер. А екіншісі 1 сағатта 10,5 км жүріп өтеді. 10,5 километрді километрмен метрге айналдырайық, иә? Қайсыңыз істей аласыз? Так, 10 километр, міне, вообще, былай ғой, міне. 10,5, иә? Километр. Ол дегеніміз 10 километр қосу 0,5 километр. Так, ну 10 километр болып қалады. Өйткені километрден үлкен өлшем бірлігі жоқ арақашықтықтың. Ал Да. 0,5 километр. 1 километрде неше метр? Есімізге түсірейік. 1000. 1,000. Демек, біз не істейміз? 0,5-ті көбейтеміз нешеге? 1000. 1000-ға. Онда 10-дық бөлшекті 10-ға, 100-ге, 1000-ға тағы сол сияқты сандарға көбейткенде біз оның өтірін жылжыта саламыз ғой, дұрыс па? Мгм. Сол жақтан оң жаққа 3 орынға 3 орынға жылжытамыз. Айда Значит, уже міне. жауабы покажем. Жоқ, ол жылдамдықтар ғой, мен енді метрге айналдырып отырмын. Метрге. Міне, 1, 2, 3. Сонда неше метр шығады бізде? 500 метр, иә? Да. 10 километр 500 метр сағатына. Түсінікті? Да. Так, енді километрді метрге айналдырайық. Мынаның жанына не міне бізде? 3 нөл келеді ғой, дұрыс па?
метр қосу 500 метр. Қанша болады ол бізде? 10.500 метр сағатына. Так, енді давайте 10.500 метр сағатына емес, секундына неше метр жүріп өтетінін білейік. Ол үшін 10.500-ді Мгм. метрді бөлесіңдер. Бір сағатта неше секунд? Bir saatte 60. Aa, 600. 3600. 3600 секунд, дұрыс. 60 минут, 3600 секунд. Değil mi? Иә, дұрыс. 3600 секунд. Так, нөлдерін алып тастаймыз. Қанша Вот шығады видишь, біз? я умный. 105 және 36. Дұрыс. 105, 36. Так, екеуді үшке қысқарады. Ей, Ишата. Үшке Мгм. қысқартын. 105-ті үшке бөліңдер, 36-ны үшке бөліңдер. Bölümümüz var. Иә. Mhm. Tanrım, ustam Tanrım. 35 метр секундына. Так, бүтін бөлігін айырыңдар. Бүтін бөлігін айырыңдар. Ей, М, не позорьтесь. Вас весь Казахстан будет смотреть. 35-ті 12-ге бұрыштап бөлеміз. Нешеден береміз? 35 Екіден. 12'den. Қанша болады? 24. 24. 1. 11. 11. Бүтін Метрді бөлігі қоямыз және нөлді қосамыз. Ой. 2 бүтін 12-ден қанша болды қалдығы? 11. Иә? 11. Міне, Мгм. значит, 1 секундта 2 метр и 2 метр, 1 метрдің 12-ден 1. Міне. Так, енді 12-ден 11-ді 60, так, нешеге? 1 метр ғой, иә? 1 метрді 100 сантиметр. 100-ге көбейтсек, сонда сантиметрге дейін шығады. Түсінікті? Да. Понятно? Да. Міне, сонда 1 секундта ол 2 метр жүріп өтеді. Түсінікті ме? Да. Все. Келесі есеп. Іштей оқимыз. Иә, көреді сені. Так, шаруашылық бірлестігі барлық жердің 5-тен 3-не бидай, ал 20-дан 7-сіне бақша өнімдерін екті. Бидай егілген жердің ауданы бақша өнімдерін еккен жердің ауданынан 17 гектар артық. Шаруашылық бірлестігінің барлық жерінің ауданы неше гектар? Сырым, ты надо мной смеешься, что ли? Нет. А что нас не будет видно на видео это? Нет, вас видно будет. Я специально сделал так, чтобы вас видно было. А, ладно. Так. Теперь что делать? 5-тен 3-не бидай, ал 20-дан 7-сіне бақша өнімдерін екті дейді. Да. Бидай егілген жердің ауданы бақша өнімдерін еккен жердің ауданынан 17 гектар. Шаруашылық бірлестігінің барлық жерінің ауданы неше гектар?
Тұра. 5-тен 3. Неге 5-тен 3 20-дан 12 болып кетті? Төртке көбейтеміз. Төртке көбейтті. Дұрыс. Өйткені міне мынандай қасиет бар. Жай бөлшектің алымында бөлімінде нөлден өзге санға көбейтуге болады. Дәл солай бөлуге де болады. Бөлу амалын біз қысқарту дейміз, иә? Да. Яғни міне алымында 4-ке көбейтем, бөлімінде сырым, яке асас 4-ке көбейтем. Мынау 12, мынау 20. Түсінікті ме? Да. Бұны мен неге осылай істедім? Қатты түсінікті болады. Есептің шешімін талдау барысында. Так, Ал қараңдар, сонда 20-дан 12 бөлігіне егін екті, ал 20-дан 7 бөлігіне бақша өнімдерін екті. Түсінікті ме? Да. Міне участок. Вот это типа участок, да? 20 бөлікке бөлінді ма? 20 бөлікке бөлінді, дұрыс. Соның 12 бөлігіне не екті ол? Бидай. Ал 7 бөлігіне не екті? Бақша өнімдерін. Көріп тұрсыздар ма? Я. Міне. Ай, 21 там. Иә, дұрыс. 20 емес, 20. Ой. Міне. Мына жерге дейін бидай егілді. Көріп тұрсыздар ма? Ал 7 бөлігіне бақша өнімдерін екті. Енді есептің мазмұнында былай дейді. Бидай егілген жердің ауданы бақша егілген жердің ауданынан бірнеше гектар артық дейді. Есімде қалмады. Міне мына жерге ол көкке ол енді капуста, пияз, сәбіз екті. Түсінікті? Картоп. Міне мынау Это 7. мынау 7 бөлік, ал міне мына жерде 12 бөлік. Артығы міне мына жер 17 гектарға артық. Көріп тұрсыңдар ма? Да. Иә. Міне артық. Осыншама артық. Көріп тұрсыңдар ма? Міне былай бояп қойық артық жерін. Міне. Енді қараңдар. Бұлдар қараңдар. Егін егілген жерде неше бөлік бар? Егілген? 12. Ал мына жерде неше бөлік бар? 7. Да, 7. Так, значит, нешеден неше азайтамыз. Демек, қараңдар де міне мына. Міне сары. Вот сары 12 ол. Міне көк. Сары 12, жасыл көк. Сары неше бөлікке артық? 17 гектарға. Неше бөлікке артық деймін? Неше бөлікке? 5. Получается 5. А бұл бөлік бұл 17 гектар. Дұрыс. Значит, 17 нешеге бөлеміз? 5-ке. 5-ке бөліңдер, давайте. Нешені? 17-ні 5-ке. Легко. Ал. 3,5. Вот. Қанша? 3,5. Мен міне тақтада көрсетіп атым, қалай бөлетінін. Көріп отырсыңдар ма? Иә. 5-ті қандай санға көбейткенде 3,6. 5-ті қандай санға көбейткенде 10 шығады? 2. Ағай, я ошибся немножко.
5,6. Ой. Ya. Dürüst. 3,4. 3,6. 3,4. Tamam. Подождите, ага. Сейчас вы мне пересчитаю. Давайте. 17'ni. Sırım böş sende. 17'ni 5'ke. Получается 3, 75. получается 15. Я дырыс, ағай. Или mine karandır. Да, я понял как. Вот там үштен бересің, 15. Там дальше 2 шығады. Анда 20 ғой. Да. Арлан екеуміз 5-тен беріп қойдық. Sınıptı mı? Да. Endi qarаңдар сонда. 3,4 деген ол нені білдіреді? Ол міне біреуінің гектары. Көріп тұрсыңдар ма? Да. Получается, ағай, барлық. Так, давайте 20 көбейтті 3,4, я? Дұрыс. 20 көбейту 3,4. Немесе 3,4 көбейту 20. Ал көбейтіңдерші. Ағай, сразу это решу, за 5 секунд. Давайте. Неше? 3,4 көбейту 20. 6,8. Қанша? Я решил. 6,8. 6,8. 6,8. 6,8. 6,8. 60 Жарайды. қайдан ол? Так, қараңдар. Мен сіздерге қазір тез есептейтін жолды көрсетейін. 3,4 көбейту 20. Иә? Ага. 20 дегеніміз ол бізде 10 көбейтілген нешеге? 2? 2-ке. 2-ге. 3,4 көбейтілген 10 көбейтілген 2. Так, енді біз білеміз. 10-дық бөлшекті 10-ға, 100-ге, 1000-ға тағы сол сияқты сандарға көбейткенде өтірді оң жақтан сол жаққа не істей саламыз? Жылжыта саламыз. Дұрыс па? Бірлес. Бір орынға жылжытамыз, өйткені мұнда 1-0 ғана. Көріп тұрсыздар ма? Я. Сонда 34 деген сан шығады. 2-ке көбейте салам, 68. Все. Что вы там считаете? Подписывайтесь на канал Нурбол ағай. Ұлдар түсіндіңдер ме? Да. Сондықтан да міне, бұлай 3,4-ті 20-ға көбейткенде 34-ті бұлай 2-ке көбейте салыңдар, сосын өтірін жылжыта саласыңдар. Түсінікті ме? Да. Вот видите, поэтому подписывайтесь на канал Нурбол ағай. Рахмет. Вот чему он вас учит. А вы не смотрите бездари. Колхозная. Франция. Так, міне 3,4 деген ол мынаның біреуі. Иә? Да, значит, мынаның бәрі 3,4. Барлығы. Барлығы 68 гектар. Түсінікті ме? Да. Ага. Так, келесі есеп. Так. Бұл 6-шы әрине. 4-ші сыныптан оқисыз. Бітірдіңіздер 4-ті ғана. Ағай, маршы в туалет? Иә. Спасибо. Так, Вот сырым. ағай. Меня видно? Көрініп тұр сен, көріп тұрмын сен. Так, оқым, іштей оқымасың. Не позорьте. И все, мен оқыдым. Үш алаңнан 20,16 тонна бидай алынды. Бірінші алаңнан алынған бидай массасының екінші алаңнан алынған бидай массасына қатынасы 5-9-ға қатынасында. Үшінші алаңнан алынған бидай үшінші алаңнан алынған бидай бірінші алаңнан алынған бидайда 40% немесе 40% артық. Алаңдардың әрқайсынан қанша бидай алынды?
Неше? Бидай алынды. Значит, біз 5,9-ды қатты... Ой! 5-тен 9 қатынасындай. Міне, Вот, квадратик бірінші появился. алаң, мынау екінші алаң. Мында 5 бөлік. Угу. Мында неше бөлік? 19. 9. 5-тің 9-ға қатынасы деген түсінікті менде? Я. Мхм. Енді былай Барлығы дейді. бізде 14 шығар. Иә. Бірақ бірінші алаңнан алынған бидай, үшінші алаңнан алынған бидайдан 40%-ға кем, немесе үшінші алаңнан алынған бидай, бірінші алаңнан алынған бидайдан 40%-ға артық. Угу. Правда. Откуда 2 дощечки взялось? Вот. Осы жерді талдау жүрейік. Так там же Мынау 5, а не 7. Иә, мынау бірінші алаң, мынау нешінші бізде? Екінші. Екінші. Так, давайте мен әдейі көк түспен жазайыншы, чтобы вы хорошо соображали. Мынау бірінші, Екінші. мынау Үшінші. екінші. Мынау нешінші бізде? Үшінші. Қараңдар міне. Мынау, иә, үшінші алаң. Үшінші алаңнан алынған бидай дейді. Бірінші алаңнан алынған бидайдан 40%-ға артық. То есть, мынадан көбірек алынды былай. Там. Түсін- Было. Міне, осы артық жері, міне, мынау артығы, иә? Doğru. Артық. Мгм. Сол артығы бізде неше процент? 40. 40. Ал енді қараңдар. Демек, міне мынау 5 бөлік, мына жерден 5 бөлік алынады. Енді осы 5-тің, қараңдар міне, 5-тің, иә, 40%-ін табыңдар. Ол үшін 5-ті 100-ге бөлеміз де 40-қа көбейтеміз. Немесе 40% дегенде есімізге түсірейік. Это 100. Я сейчас воткну этот 40%. 100 үстінде 40. Иә? Да. Угу. Нөлдерін алып тастауға болады. Қанша шығады? 4 пен 10. 4 пен 10. 10-нан 4 деп оқыңдар, ей. 10'dan 4. 10. Не позорьтесь. Вас весь Казахстан будет смотреть. А кто Ал такой? Специально привлекаем. 10-нан 4 дегенде ол қанша бізде? 10-ды бөлшекке айналдырғанда. 10,10-нан 4, иә? Ой, 0,10. Я. 0,4. Так. Демек, қараңдар. 40% деген 0,4. Ал енді 5-тің 40%-ын табу үшін, демек біз 5-ті көбейтеміз нешеге? 100-ден 40-қа ғой. Дұрыс па? Да. 5-ті көбейтеміз 0,4-ке. Есептендер. 5-ті 4-ке көбейте салыңдар, сосын үтірді сол жаққа бір орынға жылжыта саласыздар. Болды. Да. Ойда есептеңіздер. Қанша? 5 көбейту 0,4. 2. 2. 2. Молодцы. Значит, неше Ну, бөлік қосылады? 2 бөлік қосылады. 2. 2 бөлік қосылады. Түсінікті? Ага. Вот. Ага, подождите-ка. Мне кажется, это мой. Мгм.
Ребята, вот вас Нурвал ағай никогда не просит подписаться. Ну подпишитесь. Все. Аха. Мына шыққанада неше бөлік қосылады? Екі. Екі Ой. бөлік қосылады. Түсінікті ме? Міне, 5-тің өзі алынады. 5-тің 40% ол 2-ге тең. Значит, 2 бөлік қосылады. О, о май Ағай, гад. үшінші бөлік откуда взялся? Ой, сырым, не позорься. Это глупый вопрос. 5 бөлікке, міне, 5 бөлікке 2 бөлік қосамыз енді тағы да 40%-ға артық деп тұрмыз ғой. Міне. Сонда үшіншіден неше бөлік жиналды бізде? Да. 7 бөлік. Көріп отырсыңдар ма? Я Да. Аха. А барлық участоктан қанша жиналды? 20,16. Дұрыс. Ал енді әрі қарай өзі. Оннан алты. Міне, мына жерден қанша жиналды? Мына жерден қанша жиналды? Мына жерден қанша жиналды екенін білу үшін не істейміз біз? Мынаның бәрін қосамыз, 20,16-ға бөлеміз. Жоқ. Дұрыс. Мына сандарды айтып тұрсыз ғой, иә? 5, 9, 7-ні, иә? Да. Соларды қосамыз да, сосын Мгм. 20,16-ны сол санға не істейміз? Бөлеміз. Бөлеміз. Ал бөліңдер Вот. қазір. Бөліңдер ал. Вот. Қазір бөлем. 5 қосу 9 қосу 7 неше болады? Ой. Сонда сұрап отырсың мен. 21. 21. И бөлу керек нешеге? Ой, Да ладно, я знаю. Как? Не могу. Ал есептеңдер. Так, бірге есептейік онда. 20,116-ны бөлеміз нешеге? 21-ге. 21-ге. Так, әзірше мұны үтірді жоқ деп санаймыз. Міне, бірнеше бөлудің амалы. Үтірді жоқ деп санаймыз да, 2016-ны 21-ге бөлеміз. Так, 20 бөлін 201-ден бөліп бастаймыз. Так, нешеден береміз? Так, 9, 18. 9-дан ғой, иә? 10-нан асып кетеді. 9-дан ғана, иә? 9, 18. Так, 11-ден 9-ды аламыз. 2. Мына жерде уже 20 деген сан кетті. Бізде 19 қалды, дұрыс па? Мында 1, мында 0. Так, 12 бөліп 6-ны түсіреміз, иә? Так, нешеден береміз? Нешеден береміз? Мені ойланып тұрсыңдар. Қазір ағай. Қазір. 6-дан. 6-дан. Тоқсан алты, бірақ 96 емес, есімізге түсірейік, иә? Мына жерде өтір болды ғой, дұрыс па? Мына жерде міне болды деймін. Демек, мына жерде мына бөлінді шыққан санның өтірін сол жаққа неше орынға жылжытамыз? 2 орынға жылжытамыз, дұрыс па? Получается 0,196. Дұрыс, міне, мына жерге өтір қоямыз былай. Өйткені кез келген натурал санды ондық бөлшек түрінде жазуға болады. Енді мына жерде міне 2 цифра тұрғандықтан, мына өтірді 2 орынға сол жаққа жылжытамыз. 1, 2. Шығады? 0,196. Түсінікті ме? Иә. Тамаша. Міне. Ал 0,196 деген нені білдіреді? Это бір бөлік. Дұрыс. Мына жерде қарады. Көбейтеміз. Нешеге? 21-ге. 21-ге.
Өй, бірінші алаңда неше бөлік? 20,16'ga. Өй, бірінші алаңда неше бөлік деймін? Ой, 5'ке көбейтеміз. Вот, көбейтіңдер ал. 0,96-ны 5-ке. Ну, сколько? 96-ны 5-ке көбейтіңдер де өтірді сол жаққа 2 орынға жылжыта салыңдар. Болды. 0 это же легко вообще. Как мы такое не знали? 0 3 ойда 5 жерде 9-ым қанша бізде? 45, 43. Дұрыс па? Енді міне, Иә. мына жерде қараңдар. Мына жерде өтірдің кейін 2 цифра. Значит, өтірді 2 орынға жылжытамыз. Мына жерде тұрған өтірді 1, 2. Қанша шығады? 4,13. 4,18. Ой, Өй, 3. Енді 0,96-ны нешеге көбейтеміз? 9, 9-ға. 9'ға. 9'ға. Так, 96-ны 9-ға көбейтіңдер де дәл сол өтірді 2 орынға жылжыта салыңдар. 90. Кес. Это көбейту 9. Көбейту 9. И соңында потом қосамыз ба? Жоқ, қоспайсың. Әр участоктан әр алаңнан қанша бидай жиналып деп тұр ғой. 81, оған 5 қосқанда 86. Иә? Өтірді 2 орынға жылжыта 8,164. Так, 0,96-ны көбейтесіңдер нешеге енді 7-ге. Иә? 2, 4 ойда 7 жерде 9-ым қанша бізде? 63 қой, иә? 67. Өтірді 2 орынға 6,172. Міне, осындай шығады. Луками,